Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз киіз үй туралы және оның жабдықтары туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Киіз үй қазақтардың көшіп қонуға ыңғайлы баспанасы. Ол тарихымыздағы ең бірінші сәулеттік құрылыс. Киіз үйдің іші қыста жылы, жазда салқын. Оның қабырғасы торлап көктелген керегеден тұрғызылады. Кереге әдетте екі түрлі болады. Оның бірі кең көзді кереге, жел көз деп аталады. Бұл артуға жеңіл, бірақ сүйегі жеңіл болғандықтан желге төзімсіздеу болып келеді. Екінші түрі тар көзді кереге, тар көз деп аталады. Ол артуға ауырлау болғанымен желге өте төзімді. Кереге жиналмалы бөлек-бөлек қанаттардан жасалады. Ал керегеден жоғары сидам, жіңішке ағаштан жұмырлап жасалып, қарны иілген уықтардан қаусырыла күмбе шығарылады. Уықтардың басы дөңгелене жайылған керегенің аша басына айқастырыла байланып, ұшы қаламы шаңырақтың көзіне шаншылады. Шаңырақ үй күмбезінің төбесі терезесі. Керегенің сыртынан әр алуан бояулы жүн оралып, өрнек түсіріліп тоқылған шымши немесе жалаңаш шиден тоқылған ши ұсталады. Кереге мен уықтар уық-бау, керме-бау, бас-құр, құр және басқа да баушулармен бекітіледі. Үйдің ағаштан жасалғандарын сүйегі деп атайды. Үй ағашының сыртынан арнаулы үй киіздері қабырғасына туырлық, үстіне үзік, төбесіне түндік жабылады. Бұл үй киіздері баушулар арқылы ұштастырылады. Оған ағаштан ойылып жасалған сықырлауық деп аталатын жарма есік орнатылады. Сықырлауық сыртынан ораулы шиден тоқып, оюлы киіз қаптаған жаппа есік түсіріледі. Үйдің ортасында тамақ пісіретін ошағы болады. Үйдің оң жағында төсек, оның тұсына тұс киіз ұсталып, төсекті қоршап шымылдық тартылады. Үйдің төріне жүк аяқ қойылып, оның үстіне абдыра, көрпе жастық тіпті жүктер жиналады. Үйдің сол жағына кебеже, қазан аяқ, саба сияқты ыдыстар қойылып шыптамен қоршалады. Талай ғасырлық көшпелі тұрмыс тәжірибесінен туған қазақтың киіз үйі күннің аптабы мен түннің дымсызынан, жауын шашы мен аңызақтан, борыннан сақтануға ыңғайлы, әр көші-қонға қолайлы. Оны жарты сағат ішінде жығып артуға да, жарты сағат ішінде көліктен түсіріп тігіп алуға да болады. Киіз үй жуық шамамен алғанда кейінгі дәуір ғасырларда пайда болуы мүмкін. Киіз үй ғұн дәуірінен белгілі. Кейбір ежелгі көшпенділердің тұрақ үйінің көрсетілімдері жартасқа салынған суретте сақталып қалған. Киіз үй қолданысымен үй иелерінің дәулетіне қарай әр түрлі болып келеді. Орда салтанатты, жоғары мәртебелі адамдар басын қосып, елдік мәселе шешетін немесе аса құрметті хан батымет. Мұның да бірнеше түрі бар. Алтын орда 30 қанаттан, керегеден тұратын ханның мәжіліс ордасы. Алтын үсік 24 қанаттан тұратын аса лауазымдан үй, дәулетті бай үйі, боз үй, қоңыр үй, 4-5 қанатты орташалар үйі, қарашай кедей үйі, отау жас жұбайлар үйі, жолым үй, абылайша жаппа уақытша ғана отыратын шағын немесе жартылай тігілетін үйлер, күрке, қос ас сақтайтын, далада малшылар немесе кедейлер тұратын үйлер. Осылардан байқағанымыздай, Шыңғыс хан дәуіріндегі Ақ Орда, Көк Орда, Алтын Орда дегендердің өзі кеңейтілген киіз үйдің көшірмесі іспетті. Киіз үй сүйегі, қаңқасы, арнайы ағаш сырықтар мен бұтақтардан дайындалады. Олар жерге жабылатын киіз салмағына, әсіресе кенеттен пайда болатын дала құйынына шыдамды етіп жасалынуы қажет. Киіз үй формасының дөңгелек түрде алынуы барлық бөлшектерінің бір-бірімен айналмалы, қозғалмалы, шарнирлі етіп жалғастырылуы киіз үйді жер екпініне, жер сілкінісіне төзімді етеді, және киіз үйдің бұндай қасиеттері кездейсоқ құйын соғып, не қатты дауылға шыдамай құлаған жағдайда үйлерді аз ғана шығынмен қайта тұрғызуға мүмкіндік береді. Қазақ үйінің киесі шаңырақтан бастау алады. Шаңырақ қасиетті. Шаңырақ күннің символы. Шаңырақ көтеріліп жатқанда ешкім сөйлемейді. Өйткені ұлы іс атқарылып жатқанда үнсіздік орнауы тиіс. Жеті уық шаншылғанша жетесіз ғана сөйлейді деген сөз осының дәлелі. Шаңырақтың төрт күлдіреуші төрт тарапты білдіреді. Уықтарды күн шапақтары деп ұққан жөн. Ертеректе шаңыраққа үрлеген қарын байлап қоятын болған. Оның мәнісі құт құйылады деп есептеген. Шаңырақтың дәл астында ошақ орналасады. Ошақ адамның оты. Ежелгі түсінік бойынша шаңырақтың үстінде Алланың оты маздаса, астында адамның оты лаулайды. Киіз үйдің есігі әдетте шығысқа қаратылады. Бұл күннің сәулесі үйге бірінші түсін дегенді білдіреді. Есікке қарама қарсы бет төр. Төрдегі адам төрелік айтады. Төрге ақ пен қара түсті сырмақ төселеді. Мәнісі төр ақ пен қараның ара жігін ажырата алатын адамның орны. Төрде отырып билік айтқандар ел билігіне дейін көтерілген.
Сосын қазақ дәстүрі бойынша төрге қыз бала отырған. Өйткені қыз қонақ. Мұны бабалардан қалған қыз бала төр иесі, ұл бала үй иесі деген сөзден де байқауға болады. Киіз үйде босаға екеу. Оң жақ босаға және сол жақ босаға. Сол жақ босағаға кебеже, саба, мес, күбі қойылады. Оны құт босаға деп атайды. Өйткені аталған ыдыстарға айран, әркіт, қымыз, шұбат құйылады. Демек, сол жақ босаға әйелдің символы. Қазақы ұғымға сүйенсек, сол босағадан кірген дүние сыртқа шықпайды, қапқа түседі. Сол үшін де қазақ мұны қапқа түскен қатындікі деп бір-ақ қайырған. Ал оң босаға еркектің символы. Оң жаққа ер тұрман, ат әбзелдері, бүркіт қойылады. Қатты жауын шашында малдың жас төлінде оң жақ босағаға кіргізетін болған. Босаға аттап келген келінді де оң жақтан қарсы алады. Сол сияқты қайтыс болған адамды да қазақ ақ киізге жатқызып, оң жақтан шығарады. Демек, оң жақ бір әлеуметтік сатыдан екінші әлеуметтік сатыға, немесе бір әлемнен екінші әлемге өткізетін көпір іспеттес. Олай болса, кереген кең болсын, екі босағаң тең болсын деген тілектің кейінгі жолдарында әке шешең аман болсын деген астар жатса керек. Шаңырақты көтергенде бақанның екінші ұшы тиген жерге, яғни үйдің дәл ортасына ошақ орналасады. Ошақ орналасқан соң қазан асылады. Ал қазан асылған соң міндетті түрде оған бірдеме құйылуы керек. Қазанның бос тұруы жаман ырымға саналады. Қазанды татулықтың белгісі ретінде мансұқтайтын аңыздар да бар. Оның бірі жауласқан мың батырдың найзасының ұшы ертіліп қазан құйылған екен деп басталады. Олай болса, қазан береке бірліктің символы ретінде де танылады. Ертедегі түсінік бойынша әлем үш сатыдан тұрады. Аспан киелі рухтар мекені. Ондағылар белбеуді басынан байласа, жердегілер белінен, ал төмендегілер аяғынан байлайды. Табалдырық сол төмендегі әлеммен байланысқа түсіретін мәнге ие. Киіз үйдің сүйегін бір-бірімен қиюластыру мақсатында бау-құрлар қолданылады. Олар манналар, таңғыш екі керегенің сағанағын, жігін кіріктіріп таңатын өрнекті жіңішке құр. Таңғыш үй тіккенде керегелерді бір-біріне қосып байлайтын терме бау, бас арқан, керегенің басын сыртынан бастыра орап таңатын қыл арқан. Бас арқан үйдің барлық салмағын ұстап тұратын, кереге басын орай маңдайша бекітілетін берік арқан. Шалма уықтарды сырғып кетпеу үшін шалмалап байлайтын құр. Жел бау тәрегеге асылады. Киіз үйге сәндік жиһаздық сипат береді. Оның негізгі міндеті дауыл кезінде шаңырақты салмамен басып тұру, желбеу, сәндік үшін шаңыраққа байланатын шашақты баулар. Желді күні үй шайқалмас үшін оған салмақ байланады. Басқұр киіз үйдің ішін безендіру үшін, әрі кереге бас. Басқұр кереге басы туырлықты тесіп кетпеу үшін айнала жүргізілетін, тартылатын, жалпақ оюлы құр. Үзік бау, үзіктің екі жиегінен екі немесе үш жерден айқастыра тартып кереге банады. Үзік ордада кереге мен шаңыраққа дейін жабатын туырлық бөлігі, белбау, туырлықтың керегеге жатық жатуы және жел көтеріп кетпеуі үшін сыртынан бастырып буатын қыл арқан. Белдеуден тартылатын арқан. Киіз үйдің шилері кереге мен туырлық арасы нан айналдыра тұтылатын шилер туырлықты кереге көгінің жылуынан қорғап, киіз үйдің сырт пішінін жұмырлай түседі. Қой жүнін бояп, әшекейлеп орау арқылы тоқылған шиді шым ши деп атайды. Ши кейде тамақ қоятын сол жақ босағада тұтылады. Ши киіз үй бөлшегін, тұрмыс бұйымын жасайтын қамыстың түрі. Есік бау киіз есіктің бауы, тастама киіз есігін жоғарыдан шаңырақ арқылы маңдайшаға байлайтын бау. Жел арқан, дауылды күндері үйді бастыра тартатын арқан. Аяқ бау, уыққа сәндік үшін үлфе шоғы. Балақ бау, уықтарды қосып байлайтын баулар. Түндік бау, түндікті белдеуге байлайтын бау. Уық бау, уықты керегеге байлайтын жіп. Киіз үйді жерге сүйеніп, жақтаянып, қолды төбеге немесе желкеге қойып айқастырып, тізені құшақтап отыруға болмайды. Сондай-ақ киіз үйге қолға қамшы ұстап кіру әдепсіздікке жатады. Салт атты адам киіз үйге артқы жағынан келуі керек. Киіз үй жиһаздары мен бұйымдары әбдіре, киім-кешек немесе басқа да бағалы бұйымдарды сақтауға арналған сандық. Оның көлемі әртүрлі болады. Әбдірені мықты, әрі жеңіл ағаштан тегістеп жонып тақтай дайындап, содан қиюластырып жасайды. Бір түсті сырмен боялып, алдыңғы беті сәнді болу үшін түрлі өрнектер мен әшекейленген жуқа қаңылдырмен қапталады. Қозғауға ыңғайлы болу үшін екі бүйіріне қос-қостан 4 тұтқа орнатылып, қақпағына құлып салынады. Ағаш төсек адамның жатып тынығуы үшін пайдаланылатын үй жиһазы. Ағаш төсектің қазақ үлгісіндегі түрі қайқыбас төсек. Төсекті кептірілген қатты ағаштың қайың немесе мен тегістеп өңделген тақтайынан жасайды. Төсектің басы, аяқтары мен оған көлбей бекітілетін жастықша бөлігі қиюластырылып, бір тұтас етіп дайындалады.
Сәнді болу үшін оның бетін әртүрлі бояулармен өрнек салып сырлайды, не өрнектелген бұйыммен әшекейлейді. Адалбақан киім, үй мүліктерін ілуге арналған жабдық. Адалбақан көбінесе бұтағы көп балапан қайың мен шыршадан, самырсыннан жасалады. Жас ағашты кесіп алып қабығын аршығаннан кейін, оның бұтақтарын түп жағынан бір сүйемдей қалдырып, ұшын кесіп тастайды. Енді сол бұтақ түбірлерін бақанның жоғарғы ұшының бағытымен майыстырып ете, ұштарын қайыспен не мықты жіппен бақанның діңіне таңып, көлеңкеде кептіреді. Иілген бұтақтар жазылып кетпейтіндей болып, әбден кеуіп қалыптасқан кезде таңғышты шешіп алып, оның ұштарын үшкірлеп жонып ілгек жасайды. Сәнді болу үшін оның сыртын бояулармен өрнектеп сырлайды, бұрышбас алтын, күміс шегелермен нақыштайды. Кебеже тамақ сақтауға арналған сандыққа ұқсас ағаш бұйым. Кебеженің түбі қалың тақтайдан жасалады. Оның қақпағы сандықтың қақпағы сияқты, кейде жармалы да болып келеді. Жармалар не көлденең кергіш ағашпен, не таспамен жалғастырылады. Кебеженің беті де кейде сырмен, кейде сүйекпен ою салып өрнектеледі. Жастық ағаш жер төсекте жатқан адамның басын биіктету үшін жастықтың астына қоюға ыңғайлап жасалған тиянақ ағаш. Жастық ағаш кәдімгі ағаш төсектің сыңар басы, жоғарғы басы. Оның екі аяғы жастықты жерге түсірмей тұратын тақтай кермесі және жастықтың астына қоюға лайықтап жасалған көлбеу тақтай төсеніші болады. Жастық ағаш тұтас ағаш төсекке қарағанда әрі ықшамды, әрі жеңіл болғандықтан көшпелі тұрмыста көп пайдаланылған. Жүк аяқ жиған жүктің астына қоюға арналған ағаш тұғыр. Жүк аяқ кепкен мықты әрі жеңіл ағаштан өңделген тегіс тақтайдан жасалады. Ол негізгі үш бөліктен, жанағаштан, алдыңғы және артқы беттер, аяқтан, шабақтан тұрады. Жүк аяқтың пішіні екі түрлі болады. Үсті тегіс жүк аяқ, қайқыбас жүк аяқ. Қайқыбас жүк аяқ кәдімгі қайқыбас төсекке ұқсайды. Жүк аяқтың алдыңғы беті бір түсті сырмен боялып, оған кейде түрлі түсті бояулармен өрнек салады, не өрнек салған сүйекпен қаптап әшекейлейді. Сандық киім-кешек тағы басқа да заттарды салуға арналған ағаштан жасалған бұйым. Сандық тұрмыста ерте кезден пайдаланылып келе жатқан ең ежелгі жиһаздың бірі. Көшпелі қазақ үшін ол өте қолайлы болған. Сандықтың аузына көбінесе ішкі құлып, кейде аспа құлып орнатылады. Сандықты жерге қойғанда түбі дым тартпау үшін оның астыңғы төрт бұрышымен үйлестіре тақтайдан бұрыштап аяқ орнатады. Сандықтың беті әр түрлі бояумен сырланып, не өрнектеледі, не айшықты қаңылтырмен, кейде өрнекті сүйекпен қапталады. Сандықтың екі бүйіріне тұтқа орнатылады. Сандық қап сандықты бүлінуден сақтау үшін сыртына кигізетін киіз қап. Киізді сандыққа өлшеп пішіп, сандықтың қақпағына тура келетін бетінен сандық сиярлықтай ауыз қалдырады да, қалған қосындыларын шуда жіппен тепшіп тігеді. Жүк жиналған сандық қап кигізілген кезде де сәнді көріну үшін сандық қаптың алдыңғы бетіне кесте тігіледі, түсті бағалы мата тұтылады. Сандық қаптың сандық тұтқасына дәл келетін тұсы өлшеніп тесіліп, тұтқалар сыртқа шығарылып қойылады. Бұл сандықты қабымен көтеруге қолайлы болады. Сандық қаптың аузы матадан ызылған баулар немесе түйме арқылы жабылады. Асадал тамақ пен ыдыс аяқ сақтауға арналған кебеже тектес ыдыс. Асадал мықты әрі жеңіл ағаштан жасалады. Асадалдың түбі оның ішкі жағындағы жиекшелерге тірей орнатылатын қалың тақтаймен, үстіңгі беті жұқалау тақтаймен жабылады. Алдыңғы бетінде топсамен бекітілген бір кейде екі жармалы есігі және суырмасы болады. Асадал сәнді болу үшін оның бетін әр түрлі бояулармен өрнектеп сырлайды, не сүйекпен өрнектеп әшекейлейді. Асадалдың үйдегі орны қазан аяқ жақ. Алаша әр түрлі жүннен немесе әр түрлі түске боялған мақта мен жүннен тоқылған төсеніш. Оны екі түрлі әдіспен, түрлі түсті жіптерді жарыстыра, жолақ жасап, әр түстерін көп мәнерлі өрнектер түсіріп тоқиды. Алғашқысын жолақ алаша, соңғысын терме алаша деп, кейде кілем алаша деп те атайды. Алаша енсіз тоқылғандықтан төсеніш, түс кілем, қоржында жасағанда бірнеше ендерді біріктіріп тігеді. Бөстек адамдардың астына төсеуге арналған жұмсақ төсеніш. Ол малдың, көбінесе ешкінің не аңның иленген жұмсақ терісіне киізден астар салып жасалады. Жастық адамның басына жастауға арналған үй жиһазы. Жастықтың ішіне көбінесе құстың мамығы салынып, сырты матамен тысталады. Оны бидай шүберек деп атайды. Бидай шүберектің сырты әр түрлі маталармен қапталады. Оны жастық тыс деп атайды. Жастық тысын шешіп ауыстырып отыруға қолайлы болу үшін кигізетін аузына түйме қадалады, не бау тағылады. Құстың мамығынан жасалған жастықты құс жастық дейді. Жастық көбінде бір кісілік болады. Ал оның салт атқа мінгенде ер үстіне салатын түрін көпшік деп атайды. Көрпе матаның арасына мақта немесе жүн, әсіресе түйенің салып тіккен жамылғы әрі төсеніш. Ол жамылғы көрпе және төсек төсеніш көрпе болып бөлінеді. Көрпенің астары жай ғана матадан, тысы бағалы матадан тігіледі.
Жамылуға арналған көрпе 1 кісілік, 2 кісілік болады. Төсек көрпенің сыртқы астарын маталардың қиықтарынан құрап тіксе, оны құрақ көрпе дейді. Жамылғы көрпенің ұзындығы кісінің бойына лайық етіп жасалады. Баланың бесігіне жабатын көрпені бесік көрпе, бала орауға арналған көрпені орауыш көрпе дейді. Құс төсек құс жүннен, мамығынан жасалған жұмсақ төсеніш. Құс төсектің үлкендігі оны төсейтін төсектің үлкен кішілігіне қарай әртүрлі болады. Қалың матадан ұзындығы мен ені төсекпен бірдей етіп үлкен қанар тігеді де, оның ішіне құстың жүнін толтырады. Құс төсектің сыртын тағы бір бағалы матамен тыстайды. Құс төсектің ішіндегі мамық адамның терімен дымқыл тартып үйісіп қала береді. Сондықтан оны апта сайын қағып сілкіп, мамықтың үйісқанын жазып, күн көзіне жайып, желге қақтырып отырады. Құс төсек тек жұмсақтығымен ғана емес, жылу сақтағышымен де құнды. Сырмақ киізден сырып оюлап жасалған төсеніш. Сырмақты түрлі түсті киізден ойып, өрнек салып та, сондай-ақ шымқай ақ киіздің бетіне ақ, қызыл, сары маталардан ою бастырып та тігеді. Сырмақ жасау үшін алдымен ою өрнек салынған үлгісі дайындалады. Сырмаққа керекті ақ, қара киіздер бөлек-бөлек дайындалады, сондай-ақ олар жұқа, әрі тығыз басылуы керек. Киіз басылып біткен соң ақ пен қара түрлерін бір-біріне беттестіріп, үстіне алдын ала дайындалған ою өрнектерді салып, айналасын сызып, суреттің ізін түсіреді. Түсірілген із бойымен 2 киізді бірден ойып шығады да, ақ киіздің ойылған оюын қараға, қарасын ақ киізге салып киюластырып тігеді. Құрастырылған 2 түсті киіздің оюын сол қалпымен тұтас үлкен киіздің үстіне салып жапсырады. Оюлардың құрастырылар жерінің үстін бастыра жиектейді. Біріншіден, жіптің бояуы ақ, қара киіздің түсінен басқа ашық түсті болады. Сонымен қатар, жиек бірнеше жіптерден қабатталып иіріледі. Үй тұрмысында сырмақ текеметті емес, тұтынуға мықты, төзімді болады. Сырмақтың оюларын құрастырып, үстінен басып тігіп болғаннан кейін, ақ киіздің үстін ақ жіппен, қара киізді қара жіппен жүрмеп тігеді. Осы әдіспен тігілген сырмақ қатты болып шығады. Сырмақты сыру үнемі ою өрнектердің бағытымен жүргізіледі. Бұдан кейін сырмақтың шеттерін тегістеп қиып, шетіне айналдыра жиек бастырады. Сырмақтың жиегін бастыратын жіпті ақ жүннен иіреді. Жиекке арналған жіпті жалаң қаба түрінде біреуін оңқай, екіншісін солақай етіп иіреді. Содан кейін оларды өзді-өзіне қосады да, 2 қабаттап, 2 бөлек етіп тағы иіріп, бояуға салу үшін төгетте жарты метр шамасында етіп келіптейді. Жиек жіптерді қазанға салып, суға ертілген бояумен бірге аударыстыра отырып қайнатады. Халық арасында жіпке бояу жақсы сіңуі, бояудың түр-түстері ашық болу үшін бояу мен суға ашудас, мүсір, тұз қосып, аздап май салып бояған. Бояу сіңіп айнап боялған жіпті сол қалпында сөреге іліп, сағат сайын аударыстырып кептіреді. Әбден кеуіп болған жиек жіптерді оңқай және солақайын бір-біріне қатар жарыстыра отырып, оны ширатпай-ақ домалақтап орайды. Сонда жиектің қатар түскен ширатындысындағы оңқай иірім мен солақай иірім қарсыласа келіп, біркелкі таңдай өрнегін жасайды. Текемет бетіне түрлі түсті ою өрнек басылған киіз. Оның күзем жүннен басылған талдырма бетіне ақтай немесе қызылға, көкке, қараға не басқа түске боялған жүнді әр түрлі өрнекпен тартады. Текемет басылатын жүнді де киіз басылатын жүн сияқты көп істеді. Текеметті де киіз басқандай әдіспен басады. Алғашқы жартылай басылған түрі талдырма деп аталады. Бұл әлі толық басылып қатаймаған кезі. Оны оюлы түр салуға негіз ретінде кептіріп, құрғатып дайындайды. Текемет мықты болу үшін жартылай басылған 2 киізді беттестіріп білектейді. Ою өрнек негізгі талдырмаға салынады. Текеметтің бірнеше түрі болады. Олардың ішінде шашақты текеметті қымбат маталармен безендіріп жасайды. Мұндай текеметті халық жоғары бағалаған.